Қаңтар басталса қарлы бораннан қашып, қалтарысқа тығылатын адам көбейеді. Үскірік аязбен ысқырып соққан жел ауыл аймақ түгілі қаладағылардың өзін әр-сәр күйге түсіреді. Ал облыстық және республикалық маңызы бар жол учаскелерінде жағдай тіпті қиын. Блокбекеттерде мыңдаған адамның жолға шығуына тыйым салынып, көліктің барлық түріне қозғалыс шектелген. Қазіргі таңда ауа райының нашарлауына байланысты автожолдардың 65 участығы жабылды. Оның ішінде 35 республикалық және 30 облыстық маңызы бар. Жолдарда төтенше жағдайларды жою жөніндегі республикалық штаб құрылды. Осындай штабтар өңірлерде жұмыс істейді. Еліміздің әр өңірінде ауа райының қолайсыздығы әлі де жалғасуы мүмкін дейді мамандар. Өткен тәулікте Түркістан, Жамбыл, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында бас аяғы 500-ге жуық адамға көмек көрсетіліп, 250-ге жуық көлік қар құрсауынан шығарылған. Өкінішке қарай адам шығыны да бар. Блокпосттарда 1290 автокөлік жиналды. Қазір құтқару бөлімшелерімен 725 адам құтқарылды. Оның ішінде 137 бала, 124 бірлік техника сүйреп шығарылды. Тұрғындарды эвакуациялау үшін автожолдардың жабық учаскелерінде 769 уақытша жылыту пунктісі дайындалды. Авариялық құтқару жұмыстарында барлығы 4163 адам және 1343 техника жұмылдырылды. Қазіргі таңда жолды қардан тазарту мен авариялық құтқару жұмыстары қызу жүріп жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігі және Ішкі істер министрлігінің мамандары ел аумағы бойынша республикалық маңызы бар автожолдардағы қауіпсіздікті тәулік бойы қадағалап отыр. Қарағанды Теміртау, Қарағанды Астана қаласы бағытында қала тұрғындарынан сұрайтынымыз, сабыр сақтап жолға шықпауларын сұраймыз. Қар құрсауында қалған жүргізушілерде бейне және дыбыстық хабарлама арқылы жолға шықпауға кеңес беріп жатыр. Соған қарамастан сапарға шығатындардың саны азаймай тұр. Осы тұста жауаптылар алыс жолға шықпас бұрын ауа райы болжамына құлақ асуға кеңес береді. Алдын ала жолға шығарда біздің парақшаларымыздағы ақпараттарды оқып танысып, қай жолдар ашық жабық туралы біліп, тек содан кейін ғана жолға шығуларыңызды сұраймыз. Және де біздің 1403 қол орталығымыз бар. Сол жерге де хабарласып, ауа райы туралы, жолдың ашық жабық туралы ақпараттар алуларыңызға болады. Қазгидромет орталығының мамандары қаңтар айында Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы, қарлы боран мен бұрқасынға толы болады деп болжап отыр. Алдағы күндері Қазақстанның ауа райын кезекті Атлантикалық циклон айқындайтын болады. Ол негізінен республиканың барлық аумағында жауын шашын алып келеді. Көбінесе қар түрінде, кей жерлерде көктайғақ, боран, бұрқасын, еліміздің шығысында қатты қар күтіледі. Солтүстік өңірлерде ауа температурасы түнде 5-15 аяздан 15-20 аязға дейін, күндіз 10-20 аяздан 2-10 аязға дейін ауытқиды. Шідетін жандарымыз машиналар өткізбей жатыр, өтпей жатырмға шейін өткізбейді. Сапардың бәрі сәтті бола бермеуі мүмкін, әсіресе қысты күні. Сондықтан ауа райы нашар уақытта жолға шықпауға тырысыңыз. Ал қиын жағдайға тап болсаңыз 1403 номеріне қоңырау шалып көмек сұрасаңыз болады.